Қайырлы күн, құрметті көрермен, сіздермен студент подкаст. Бүгін біз хоббидің пайдасы мен зияны туралы сөз қозғайтын боламыз. Менің қасында әріптестерім Ару және Данагүл. Қыздар, қош келдіңдер. Қош көрдік. Бүгін біз хобби туралы айтатын боламыз. Енді көрермендерге өте қызықты болады деген ойдамыз. Иә, бүгін біз хоббидің пайдасы мен зияны туралы талқылайтын боламыз. Жалпы көрерменнің ойында хоббидің зияны қандай болуы мүмкін деген сұрақ туындауы мүмкін. Біз бүгін сол жайлы бөлісеміз. Иә, қыздар, жалпы ең басым бірінші хобби жайында бастасақ деймін. Жалпы әр маман хоббиді әртүрлі айтып жатады. Біреулер оны сүйікті ісі деп қабылдаса, ал біреулер оны өзінің армандары мен мақсаттарына іс-әрекеттер деп қабылдап жатады. Ал сендердің ойларынша хобби деген не, және де сендердің хоббиларың қандай? Жалпы менің сүйікті емес, жақсы хобби дей салайын. Мен пианино ойналамын, және де кейде оған көңіл бөлмей жатамын. Оқу мен жұмысты қатарына алған соң өзіме де көңіл бөлмеудемін. Бос қалып қояды да. Сендерде ше? Жалпы хобби дегеніміз адам бос уақытында айналысатын сүйіктісі ғана емес, ол өзін-өзі дамытуға арналған керемет мүмкіндік. Мысалы, адамның өзінің көптен бергі аша алмай жүрген сүйіктісімен айналысу арқылы өзінің тұлғалық қабілетін аша түседі. Мысалы, менің хоббиім кітап оқу, көптеген кітаптарды оқып жатырмын қазіргі уақытта. Өте қатты ұнайды, ән салғанды да, би билегенді де ұнатамын. Иә, қыздар, жалпы менің хоббиім ол сурет салу. Яғни мен сурет салғанды қатты жақсы көремін. Табыс көзі деп жатады ғой. Сол арқылы мүмкін мен сол сурет салу арқылы болашақта табыс көзіне айналуы мүмкін. Иә. Жалпы енді келесі кезекте хоббидің пайдасы туралы айта кетсек, хоббидің пайдасы дегенде әр маман біреулері пайдалы десе, ал кейбір маман оны бос әурешілік деп жатады. Жалпы хоббидің пайдасы дегенде қалай түсінесіңдер? Пайдасы дегенде зияны туралы айтып кетейін. Зияны айтып кетсем, кейбіреулер өздеріне көңіл бөлмей жатып, немесе дұрыс ұйықтамайды, дұрыс тамақтанбайды, баспен кіріп кетеді. Жалпы или өзгелердің сөздерін естіп қалуы мүмкін. Біреу бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр деп, өзіне көңіл бөлмей, сол сүйікті ісіне келіп кетуі мүмкін. Жалпы хоббиді қосымша ізденіс ретінде қарастыруға болады. Мысалы, көптеген адамдар бос уақытын әлеуметтік желіде немесе ұйқыда өткізеді. Бұрын мамандар әсіресе оны зиян деп жатады. Ал көбіне пайдалы жағына келетін болса, кітап оқып, немесе серуендеу болсын, сондай іспен айналысса, ол көбірек пайдалы болады деп ойлаймын. Мен ондай адамдарды қолы босамайды дейтін адамдарды ойлаймын. Ұйқы туралы айтып жатады ғой. Ұйқы деп қолы босамайтын. Жалпы дұрыс айтасың, кітап оқу керек, дамыту керек, миына шектеу қоймау керек. Көп іздену керек. Хоббидің пайдасы деп жалпы көбіне ізденіс деп айтып жатады ғой. Адам өз-өзін алға қарай дамыту керек, алға қарай талпыну керек. Мысалға өзінің сүйікті ісін қоюы мүмкін. Мысалға ол сүйікті ісі адамның ән айтуы мүмкін, болмаса сурет салу мүмкін, болмаса жаттыққанды жақсы көреді, немесе би билеген жақсы көреді. Немесе оны алға мақсат қою мүмкін сол затты. Сол арқылы адам өзіне мақсат қою арқылы іздену керек. Яғни осыны мамандар пайдалы деп жатады. Өзіне ізденіс жасау, болашақта оның интеллектуалдылық пен психологиялық тұрғыда ой қабілеті арта түседі деп жатады. Және де өзіне деген сенімділігі артады адамның. Адам дұрыс таңдау жасай білсе егерде. Ол да бар. Өзінің жасап жатқан ісіне сенімділікпен қарап, қосымша ізденістер жасаса, одан мықты маман шығады деп ойлаймын. Ару айтып кеттің ғой, адамдар бос уақытын өткізбеу керек. Және де ұмытып қалдым. Ару айтып жатсың ғой, адамдар бос уақыт өткізбеу керек, өзін дамыту керек, өзін алға тарту керек дегендей. Сендерше? Иә, жалпы хоббидің пайдасы дегеніміз, ол адам уақытын тиімді пайдалану, және де өзіне деген қызығушылығы болу керек, өзіне деген еркіндігі болу керек. Жалпы табыс деп айтып жатады ғой, ізденіс деп айтып жатады. Адам хоббиінің пайдасы деп, мен ізденіс деп білемін, Ару айтып кеткендей. Ізденіс арқылы адам мықты маман шығуы мүмкін одан. Яғни өзінің хоббиіне көңіл аударып, сол ісі арқылы өзінің табысына жете алады. Өзін тыңдай білсе болды. Иә. Меніңше жалпы хоббиді бала кезден бастаған дұрыс.
мысалы бала кезден өзінің сүйікті ісін тапса, ертең болашақта да оған пайдасын береді. Сендер қалай ойлайсыңдар, бала кезден бастаған дұрыс па, әлде студент кезден бе? Бала кезден ол кезде уже ата-аналар болады. Ата-ана әсер етеді ол хоббиға. Егер де ата-ана сені әр жерге сүйреп жүрсе, әртүрлі шараларға, сол кезде баланың өзінің қызығушылығы ашыла бастайды ғой, сол сияқты. Иә, негізі бала кезден бастаған жақсы, бірақ оған ата-ана ешқандай да кесірін тигізбеу керек. Шекара қоймау керек. Иә, әйтпесе бала әр нәрсеге қызығып, өзіне деген тұрақтылығы, еркіндігі болмай қалуы мүмкін. Содан бастап оның қызығушылығы әр нәрсеге, әр қайсысына көзі түсе береді. Ана нәрсе, мына нәрсе, мысалға ән айту ұнамай қалып, биге кетіп қалуы мүмкін деген сияқты. Бала өзі таңдап біледі уже. Иә, бала кезден бастап өзіне тұрақтылық қою керек деп ойлаймын. Негізі көп ата-аналар өзінің балаларын ерте жастан бастап би үйірмесіне, шахматқа беріп жатады ғой. Мысалы, сол өзіне ұнатып қалып, сол ісін ұнатып, болашақта пайдасы тиіп, мысалы, әйгілі мамандар, мысалы, спортшылар шығып жатады ғой, көріп жатырық. Сондай да шығып жатады. Иә, жалпы кейбір ата-аналар болады, бірақ үйірмеге баланың қызығушылығынсыз беріп жатады, қинап беріп жатқандай болады. Ол андай ата-ананың ішіндегі арманын балаға бере салады. Мен балам осы арманды орындасыншы деп қалады. Иә, мысалға кейбір бала бокста армандаса, кейбір ата-ана рұқсат бермей қалуы мүмкін. Жоқ, сен боксқа емес, әнге барасың, болмаса сен шахматқа барасың деген сияқты шектеу қойып жатады. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Негізі бала өзінің кішкентай кезінен өз қалауын түсінбеуі мүмкін ғой. Жалпы ең біріншіден ата-ана өзінің балаларын мысалы қажетті деген нелеріне беріп, өзіне ұнататын баладан сұраса, мысалы, не затты ұнатасың деп, бала өзін сонда қызығушы оянып, әрі қарай алып кетсе, ол өзінің сүйіктісін тапты деген сөз. Ал мысалы, егер таба алмай, оны не істеп жүрсе, онда керек емес деп ойлаймын. Ол кезде баламен сөйлесу керек деп ойлаймын. Ақылдасып, балаша сөйлесіп, баланы алдап дегендей. Иә, негізі баланың арманын білген жақсы. Бала не қалайды, бала не істегісі келеді, не үйренгісі келеді деген нәрсеге жауап алған дұрыс деп ойлаймын. Жалпы. Енді хоббидің зиянына қарай сөз берсек. Зиянына қарай, кейбіреулер зиянына қарай дегенде адамдар көре алмайды ғой кейде. Аяғынан шалып жатады, кейбір адамдар өзінің сүйікті ісін айтып қояды, хоббиін айтып қояды. Зиян айтып кететіндей. Зиян деп, сен бастап айтқандай, көре алмаушылық дегенді, мысалға, адам өзінің бос уақытындағы жұмысын көбінесе айтпаған дұрыс. Себебі сондай кездері адамдар көре алмай жатады. Қазіргі таңда әлеуметтік желіде байқайтынымыз сол ғой. Мысалы, көп адамдарды көріп жатамыз ғой, өзінің сүйіктісін салып жатады, әр жерде отқанын, жұмыспен айналысып жатқанын, өзіне қызығушылығын арттыра түседі, мысалы. Мен ойлаймын, жалпы бала кезден, мысалы, болады ғой, хоббилері ашылып, әр нәрсеге қызығушылық танытып, енді өскенде сол нені алып кете ала ма, мысалы, алып кете. Тіл көз бар ғой, не дегенмен. Алып кете салып, бала алып кетеді ғой. Кейбір бала алып кетуі мүмкін, кейбір бала алып кете алмауы мүмкін. Кейбір балалар жай болуы мүмкін, кейбіреулер пысық болуы мүмкін. Сол хобби арқылы адам өзінің пысықтығын ұстайды деп айтады ғой. Жалпы негізі көп бала алып кете алса, ол ата-анасына да байланысты деп ойлаймын. Себебі балаға көңіл бөліп, оның немен айналысқысы келетін ата-ана ұғынса, оны басқалар да қабылдаса, ол алдағы уақытта өзін жақсы жағынан қабылдайды. Ал егер де алып кете алмайтын балаларды талқылайтын болсақ, оларды аяқтан шалуы мүмкін. Алшақ балдар болады, өзін сенімсіз, айта алмай қалатын, өзін ашыла алмайтын. Иә, сондай балаларды мүмкін ата-аналар шектеу қоятын шығар, бәлкім. Меніңше ата-ана баланы ерте кезден басып дайындап, сондайларға үйірмеге бармастан бұрын бойын үйретіп алған дұрыс деп ойлаймын, баласына мысалы айтып, түсіндіріп деген сияқты. Және де хоббидің пайдасы деп ізденісті айтып кеттік. Одан кейін хоббидің зияны деп көбінесе хоббиді әркім ұйқы деп қабылдайды. Болмаса әлеуметтік желілерге баса ұрып кетеді ғой. Жалпы сондай кісілерге өздерінің ойларын да көп адамның хобби телефон шығарып салу. Кинолар, интернетте жай шықыла салу дейтін.
иә, кейбір адамдар болады, мысалы жұмыс басты адамдар болады, өзінің бос уақыты деп есептеп сол ұйықтайды бос уақытында. Ал кейбір адамдар енді пайдалы іспен айналысамын деп ойлайды, мысалы өзіме ертең болашақта пайдасы тиеді деген сияқты ғой. Қазіргі таңда көбісі әлеуметтік желі арқылы хоббиіне көңіл бөлмей жатады. Сол әр нәрсенің бір затын негізі әлеуметтік желі деп айтады. Ал егер де әлеуметтік желіден ол өзіне пайдалы іс іздесе, мүмкін ол пайдалы шығар өзіне. Жалпы мен ойлаймын, әлеуметтік желіден пайдалы нәрсені алып, зиянын алып тастағаны жөн. Зияны дегенде не айтқың келіп тұр? Әлеуметтік желіде. Мысалға, әлеуметтік желілерде көбінесе зиян деп адамдар бос уақытын бостан босқа мысалға беріліп кетеді, киноларға беріліп кетеді, болмаса ойындар ойнайды деген сияқты. Мен сол деп ойлаймын. Меніңше әлеуметтік желілерден гөрі, телефонын қараудан гөрі табиғатта серуендеу, көптеген нәрселер бар ғой қазіргі кезде. Ол да өте пайдалы. Адамның денсаулығына пайдалы спорт дегендей. Сондай нәрсемен айналысқан жақсы деп ойлаймын. Қазір байқайсыңдар ма, көп адам өзінің бос уақытында, өзінің хобби ретінде әлеуметтік желілерден пайдалы істі іздейді. Бірақ өздері айналыспайды. Кейбір адамдардың желіден көре салып, соны істей салады. Өзі не қалайтынын білмейді, соны көре салады, істей салады. Өзінің жан дүниесі оны қаламай жатады. Қалай айтсам болады? Жалпы өзіне сенімсіз де болады. Істеп жатырмын ба, дұрыс емес па дегендей. Адам өзіне сенімсіз бола сала, көргенін жасайды деп айтады ғой, әлеуметтік желіден. Нені көрді, соны жасау керек деген сияқты ойға алады. Негізі адам өзінің сүйікті ісі болу керек деп ойлаймын, менің ойымша. Жалпы адам өзімен сөйлесу керек деп ойлаймын. Өзінің ізденісі керек, ішкі дүниесіне не қалап тұр екен. Оған жалпы не себеп болу керек? Адам өзін табу үшін. Адам өзін табу үшін ол бала кезден деп бана айтып кетті ғой Ару. Мен ойлаймын, сол бала кезінен бастап мүмкін адами тұрғыда оны тұлға ретінде қалыптаспағаннан кейін оның ойында мүмкін ештеңе жоқ. Мысалы, біз блогерлерден көріп атамыз ғой, сүйікті ісіңді тапқан келсе, мына курсымды оқы, сонда сені өзің бизнес ашып, табыс таба аласың дейді ғой. Менің ойымша бұл, білмеймін енді, адамның өздігіне байланысты шығар, бұл жақсы мүмкіндік деп ойлаймын. Кейбір адамдар алып кетіп жатады, соны сүйікті ретінде айналып, адамдарға пайдасын тигізіп жатады. Ол адамның ойы басқа, сенің ойың басқа бұл мүмкін ғой. Сен жүрегің басқан қалау мүмкін, ол адам жүрегі басқа қалау мүмкін. Жалпы ондай курс біртүрлі сияқты. Мен осы хоббиді мен өзін адам тереңінен түсініп, өзін дамыту керек деп ойлаймын, және де уақытты тиімді пайдалану керек деп ойлаймын. Кейбір адамдар хобби деп, жай бос уақыт өткізу деп айта салады. Хобби емес, маған жай бос уақыт өткізу дегендей. Сол бір істің түбіне түсіп, мысалы, көбірек зерттеп, өзінің қызығушылығын ояту керек, мысалы. Адам өзінің қызығушылығы арқылы әр нәрсеге жетеді деп ойлаймын. Адам тек тұрақтылық болу керек, кейбір адамдарда тұрақтылық болмай жатады ғой. Әр нәрсеге қызығушылығы әртүрлі болып кетеді. Кейбір адамдар бар, жан-жақты болатын. Неше түрлі сүйіктісі болады, неше түрлі хоббилары да болады. Егер де әрине уақыты тиімді болып, неге 2-3 нәрсемен айналыспасқа деген ғой. Кейбір адамдар болады, өзінің хоббиін шығармашылыққа арнайды. Біреулер ән айтумен би билеуді қатар алып жүретін адамдар болады. Сондай сияқты ғой. Оларды көбінесе шығармашылық адамдар деп есептеймін. Шығармашылыққа жақын болып, өнер жолына деген сияқты ғой. Қызығушылығы арты өз ісін тапқан адамдар деп есептеймін. Ондай адамдар пысық болады. Өте пысық. Жалпы қыздар, бүгінгі әңгімеміз қызықты болды деген ойдамын. Енді кезекте көрерменге өз ойларында айта кетсеңдер. Уақытты тиімді пайдалану жайында. Бос ұтпау, өзін іздену, миына шекара қоймау бастысы. Өздеріңіздің хоббилеріңізді тауып, сол сүйікті істеріңізбен айналысып, көп ізденіс қажет жалпы хоббиге. Өз істеріңізді тауып, сол арқылы болашақта өзіңе, халыққа пайдаларыңыз тиеді деп ойлаймын. Болашақта сіздерге көп сәттілік тілеймін.
иә, мен де айтарым осы, хоббиді қызығушылықпен жасап, өздеріңізге еркіндік беріңіздер. Осымен біздің әңгімеміз тамам. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау.